Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы шәкірт ойы. Шығамын тірі болсам, адам болып өлеңдеріндегі автор бейнесі. Оқу мақсаты әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рақатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Қамшының сабындай қысқа ғұмыр кешсе де, Сұлтанмахмұт Торайғыров қазақ халқын надандық кесапатынан осылайша жыр жолдары арқылы арылуға шақырды. Қоғам әділетсіздігін түйрейтін сыни бағыттағы өлеңдерін алғашқыда Айқап журналында бастырып, кейіннен Сарыарқа газетінде жариялады. Үмітпен жоқ қуған талабы алда баламыз, басқалар жоғын тапқанда біздер қайтып қаламыз. Тәуекелге бел бусақ, көрдегіні аламыз, жеткізбей кетер жүйрік жоқ, қусақ бәрін шаламыз. Іс істейік бір болып, ашылмасын саламыз, сұмдар салған жүректе аз ба біздің жарамыз. Тепкісінде басқаның қор боп жүдеп барамыз, көріне көзге азапта мәңгі қайтып қаламыз. Ойында енді азат қыл, қалсын бұлай балалы. Оқып жүрген жастарға ендігі бет алыс. Досыма хат сынды бір қатар өлеңдерінен бөлек Торайғыров Қамар сұлу, кім жазықты романдарын дүниеге әкелді. Сондай-ақ таныстыру, адасқан өмір, кедей және айтыс атты 4 бірдей поэмасын жарыққа шығарды. Шығармаларының негізгі арқауы ғылым білімге шақыру, әйел теңсіздігі мәселесін көтеру және дүмше молдалардың әділетсіз істерін сынауға негізделді. Сүйемін туған тілді, анам тілің, бесікте жатқанымда-ақ берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнім. Оқу білім өркеймек, елге егіп пайдасын, ел жетіліп көркеймек, өнер қанат жайғасын, әлемдегі терең сыр ғылыммен ғана ашылмақ, асау тағы оймен қыр, керекке жарап бас ұрмақ. Ел үшін ерінбей еңбек еткен бір туар ақын небәрі 27 жасында дүниеден озды. Десе де, өмір жолы келте болғанымен Торайғыровтың жыр жауһарлары қазақ әдебиетінде мәңгілік өшпес ізін қалдырды. Бейне роликті тамашалап болсаңыздар оқушылар, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармашылығы туралы 10-12 тілдесімнен тұратын диалог құрастырып жазыңыздар. Келесі мағлұматты есте сақтаңыздар оқушылар. Дамыту не болмаса градация. Алдыңғы сөзден соңғы сөзді, алдыңғы ойдан соңғы ойды, алдыңғы құбылыстан соңғы құбылысты асыра асқақтата түсу. Мысалы, қиқу салып құз құшқан, құздан суық мұз құшқан, мұздан биік бұлт құшқан, бұлттан биік көк құшқан, қарулы қыран кім еді? Бұл жердегі өлең жолдары бірінен бірі асып тұр. Енді оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, автор бейнесіне сипаттама беріп, шәкірт ойы, шығамын тірі болсам, адам болып өлеңдеріндегі ортақ құндылықтарды анықтаңыздар.